Орта ғасырлық Қазақстан тарихына шолу. Орта ғасырлар адамзат тарихының ежелгі дүние мен жаңа заман тарихы аралығын қамтитын кезең. Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихы 6-17 ғасырларды қамтып, негізгі 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші, 6 ғасырдан 10 ғасырдың басына дейін түркі кезеңі. Ерте орта ғасыр кезеңде түркі тілдес тайпалар бірнеше ірі мемлекет құрды. Екінші, 10 ғасырдың басы, 15 ғасырдың ортасы, моңғол кезеңі. Бұл кезең орта ғасырларда орасан зор күйзеліске душар еткен моңғол шапқыншылығымен байланысты. Үшінші, 15 ғасырдың ортасы, 17 ғасыр, қазақ мемлекетінің қалыптасып даму кезеңі. Түрік қағанаты. Түрік қағанаты 552-603 жылдары өмір сүрген. Қытай деректері бойынша түркілер алғашында Қытай шекарасының батысында, Алтай тауларының етегінде өмір сүрді. Кейін түрік тайпаларының көсемі Буманның басшылығымен иеліктерін Хуанхэ жағалауларына дейін кеңейтті. Қытай деректерінде түркілерге қатысты алғашқы мәліметтер 542 жылдан бастап кездеседі. Қытай жылнамалары түркілерді ғұндардың ұрпағы деп атаған. Бастапқы кезде түркі деген сөз түркі тілдес көшпелілердің ішіндегі басқарушы ақсүйек ру өкілдеріне ғана қатысты болды. Содан кейінгі кездерде түркі деген атау саяси мәнге ие болды. Түркі деп түркілердің қол астында болған өзге тайпалар да атала бастады. Түркі деген сөз мықты, күшті деген мағынаны білдіріп, билік етуші Ашин әулетіне байланысты айтылды. Кейін олардың қарамағындағы барлық тайпалардың ортақ атауына айналды. Бұл тайпалардың біраз бөлігі теле деп аталды. 6 ғасырдың басында түріктер Анағұйдың қол астындағы жужандарға бағынды және оларға темірмен алым салық төледі. Түркілер Алтайдан Хуанхэ жағалауларына дейін жеткен кезде Бумын ордасына 545 жылы Қытай елшілігі келеді. Осы сәттен бастап түркілер сол замандағы ірі мемлекеттердің бірі ретінде танылып, тарих сахнасына шығады. Қытай елмен бейбіт қарым-қатынас орнатқаннан кейін жужандардың тепкісін көрген түркілер оларға қарсы бас көтере бастайды. Бумын қалың қолмен жужандарға шабуыл жасайды. 552 жылы жужандар кері қайтады. Бумын түркі елінің қағаны болып жарияланады. Орта Азиядағы жаңа мемлекет түрік қағанаты осылай пайда болды. Түрік қағанатының негізін қалаушы Бумын қайтыс болғаннан кейін билікке келген Мұқан жужандарды талқандауды аяқтайды. Мұқан қаған түркілердің орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі үстемдігін бекітті. Ештемей қаған қазіргі Қазақстан, Орта Азия аумағын бағындырып, Еділ мен Солтүстік Кавказға шықты. Қытай жылнамаларындағы деректер бойынша Мұқан қаған шекара сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшырды. 6 ғасырдың 60 жылдары түрік қағанаты сол кездегі ірі мемлекеттер Византия, Иран, Қытаймен өзара қарым-қатынас жасады. Түрік қағанаты нығайған кезінде Маньчжуриядан Босфорға дейінгі жерді алып жатты. Ештемей қаған тұсында түркілер әскери жағынан қуатты империяға айналды. Түркілер Орта Азияны жаулап алғаннан кейін Қытайдан жерорта теңіз елдеріне баратын Ұлы жібек жолының едәуір бөлігіне ие болды. Жібек саудасы түркі қағандарына орасан зор кіріс әкелді. Жібек матасын сатып алу үшін негізінен Византия еді. 568 жылы түркі елшісі Маньях Византияға қағанаттың елшілігін басқарып барды. Император сарайы түркі елшілігін аса жоғары құрметпен қабылдады. Түркілер мен Византия арасында парсыларға қарсы әскери сауда келісімі жасалып, кері қайтқанда Маньяхпен бірге Зимар қаған ордасына келді. Түрік қағанаты Маньчжуриядан Босфорға және Сібірден Парсыға дейінгі жерді алып жатты. Осындай орасан зор аумақты бағындырып қана қоймай, оған иелік ету қажет еді. Қағандар тек қолбасшы ғана емес, аса көрнекті билеушілер болды. Түрік қағанатында егіншілік пен қолөнер дамыды, түрлі діндер бір-бірімен үйлесім тапты. Қытайдан Византияға апарылатын жібектің бір бөлігі қалаларда қалдырылды. Түркілер мемлекетте тәртіп орнатты. Жаулап алынған халықтардың дербестігі сақталды. Олар қағандарға алым салық төлеп отырды. Қаған мемлекетті басқарды, жоғарғы сот міндетін атқарды, әскерге басшылық етті. Мемлекетті басқаруда тайпаның ақсүйек қауымына сүйенді. Әскери және азаматтық қызметтерді басқаратын шенеуніктер Ябғу, Шат, тағы да басқа құрылды. Түрік мемлекетінде қарапайым халық Будун деп аталды. Үстем тап, яғни бектер, ақсүйектер билік тобын құрады. Қаған Ашина руынан шыққан түркі еліндегі ақсүйек қауымның ең таңдаулы өкілі саналды. Зерттеушілер Ашина терминін әрқилы саралайды. Біреулер бұл сөзді текті қасқыр,
ал басқалары аспаннан жаратылған деп түсіндіреді. Түрік қоғамының бірлігі берік еді. Соғыста ерлік көрсеткендерге қатардағы жауынгер немесе ақсүйек тобынан болсын ер деген атақ берілді. 6 ғасырдың соңы, 7 ғасырдың басында Қытайдың күшеюі билік басындағы түрік әулетінің өз ішінде қырқыстың басталуымен және даладағы сұрапыл жұтпен тұспа-тұс келді. Мұның бәрі қағанатты дағдарысқа ұрындырды. Түркілердің қарсылығын әскери күшпен жеңе алмаған Қытай 603 жылы дипломатиялық жолмен қағанаттың ыдырауына қол жеткізді. Біртұтас мемлекет батыс түрік және шығыс түрік қағанаттарына бөлінді. Қағанат ыдырағанымен қуатты мемлекет болып қала берді.